Баршаларыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлайым. Бүгін сіздерге қатпарлы қамырдан дайындалатын печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен салмасын дайындап аламыз. 350 граммдай сүзбені алып, үстіне шым-шым тұз саламыз. 5-6 ас қасықтай қант салып, осылай жақсылап, шаңышқының көмегімен езіп араластырып шығамыз. Менің қолданып жатқан сүзбем қолдың сүзбесі, магазинде сатылады негізі. Кез келген сүзбені қоссаңыздар да болады, қолдың сүзбесі болмаса. Ал енді қамырын дайындаймыз. Мен қолданып жатқан қамыр дүкеннен сатып алынған қатпарлы қамыр. Осылай ашып, астына кішкене ұн сеуіп жайып аламыз. Осыны аяқ асты қонақ келіп қалған жағдай болса, болмаса қонақ келейін деп жатқан болса, осыны жасап жіберсеңіздер тез дайындалады, әрі оңай дайындалады. Ешқандай қамыр елеп, оны жаңағы ашығанын күтіп отпайсыздар. Осындай дайын қамырды алып, тез-тез жайып, салмасын салып, тез-тез пісіріп алып, қонақтарыңызға ұсына бересіздер. Мінекей қамырымды жайып болдым. Енді шетіндегі артық қисық болған қамырды кесіп аламыз. Қазір қалған қамырлардан да осындай печенье жасайтын боламыз. Осылай 4 саусақтың көмегімен өлшеп алып кесеміз. Екінші жағында осылай, дәл осылай видеодағыдай етіп бәрін кесіп шығамыз. Мінекей қамырымыз да дайын болды. Енді сүзбелі салмамызды салып шығамыз. Үстіне мен әр қайсысына 1 шай қасық сүзбелі салманы салып шықтым. Енді барлығын осылай видеодағыдай етіп, қамырларымызды жабыстырып шығамыз. Мінекей бәрін енді жабыстырып болдым. Енді пешіміздің тысына салып шығамыз. Бетіне мен жұмыртқаның сарысын бөліп алып, үстіне 2 ас қасық сұйық майды салып, жақсылап араластырып, соны осы печеньенің үстіне жағып шықтым. Барлығына жақ болғаннан кейін мен үстіне мак сеуіп шықтым. Сіздерде болмаса сеппей-ақ дәл осы күйінде пісіріп алсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан кейбіреулеріңіздікі 25 минутта, кейбіреулеріңізге 30 минутта пісуі мүмкін. Сондықтан қарап қойыңыздар. Енді жаңағы артылған қамырымызды алып, осылай бір-біріне біріктіріп, бағанағындай 4 саусақтың көмегімен осылай видеодағыдай етіп жайып кесіп алып, осылай салманы салып, дәл осылай жасап шығамыз. Мінекей достар, қатпарлы печеньеміз де дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Ыстықтай бетімен 2 данасын жеп қойдым. Пісіп жатқанның өзінде иісі бөлмені алып кетті. Енді айта алмаймын. Бұны сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығады. Қыздарымның өзі толықтай суығанға шыдай алмай, 1-2 минут суығаннан кейін барып, алып бүрлеп жеп қойды. Дәмі өте керемет болып шықты. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі түрлі керемет рецептермен бөлісетін боламын. Осы видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін, уақыт бөліп қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Ас болсын, сіздермен болған Гүлайым. Қош, сау болыңыздар.